Ал енді оның не себептен Қызыл қала деп аталатығынына тоқталсам, Жоқ болса, Апуайя. Оның диуарлары ылай һәм қызыл қам гербіштен құрылған. Және олар құяш астында жалын реңінде жайнайды. Ал бұл болса қорғанға қорқыныш һәм айбат бағышлаған. Бұл ұлы естеліктердің көпшілігі 20-шы ғасырдың орталарында, айне 1930-1950 жылдары Совет археологы Сергей Павлович Толстой басшылығындағы Хорезм археология этнографиялық экспедициясы тарапынан табылған һәм үйренілген. 1950 жылдардағы дәсепкі зерттеулер дәуірінде ілімпазлар да Қызыл қаланы бірнеше дәуірлерге тиесілі екенлігін атап өткен. 1940 жылы архитектор Виталий Алексеевич Лавров айрым өлшеу жұмысларын алып барған һәм қаланың схематикалық режесін сызған. Бұл аймақтың айемгі ирригация тармағын үйренген тарихшы археолог Яхия Ғұламов естелікті ерте Кушан дәуіріне байланыстыру мүмкін деп есаплаған.